Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы ұлттық ойын асық ату. Оқушылар, бүгінгі сабақтың мақсаты ұлттық асық ойынын оқушылармен кеңінен талқылау, оқушылардың асық ойынына деген қызығушылығын арттыру, дені сау, білімді ұрпақ тәрбиелеу. Асық ойыны қазақ халқының дәстүрлі ұлттық ойыны. Халқымыз асықты қастерлеген, өйткені әрбір көшпенді өмір сүрген халықтың өмір салты, әдет-ғұрпы төрт түлік малға меніңше байланысты. Осыған байланысты қаншама атау, ұғым, түсінік, таным пайда болды. Қазақтың мақал-мәтелі де аталы сөзі де асыққа байланысты құрылып, күнделікті байланысқа түсті. Одан өрбитін сөздің мақал-мәтелі де жеткілікті. Мысалы, қазақта асығың алшысынан түссін деген ізгі тілек бар. Ол саты түсіп жолы болып тұрғандығын білдіреді. Сондай-ақ халықтың қой асығы демеңіз қолға жатса сақа тұт, жасы кіші демеңіз ақылласа аға тұт деген түсінген адамға астарында үлкен мәні жатыр. Асық ұлттық ойыны соңғы уақытта мемлекеттің қолдауына ие болып, өзінің мәртебесін ала бастады. Елімізде асық атудан жарыстар, ел біріншіліктері өтті. Асық ойынының федерациясы құрылып, оған белгілі дәрежеде түбегейлі зерделенген ойын ережелері бекітілді. Ұлттық ойындарды көбінесе әр халықтың әлеуметтік-экономикалық жағдайларына, шаруашылығын, мүмкіншіліктеріне байланысты қалыптасқан. Қазақ халқының ұлттық ойындарының көбі табиғи заттармен ойнауға негізделген. Асықтың бірнеше түрі бар. Сақа – асықтың үлкен әрі шымыр түрі. Бұл асық серкеден немесе қошқар текеден алынады. Кеней – көпшілік ойнауға арналған қарапайым асықтар. Шүкек – жас малдың асығы. Қойлық – қойдың асығы. Ешкімек – ешкінің асығы. Құлжа – құлжаның асығы. Көктабан – қорғасын құйылған салмақтың сақа асық. Топай – сиырдың асығы. Жабай – ірі асықты айтады. Қолқар – арқардың асығы. Асықтың атаулары: алшы – асықтың тәйкеге қарама-қарсы жағы, яғни алшы тұруы. Тайке – асықтың алшыға қарама-қарсы жағы. Бүге – асықтың дөңес жағынан жоғары қарап түсуі. Шіге – асықтың қуыс жағынан жоғары қарап түсуі. Омпы – асықтың ашасы немесе мұртса жағы жоғары қарап түсуі немесе тік тұруы. Шоңқай – асықтың омпыға қарама-қарсы жағы. Енді екінші ойынымыз үш табан ойыны. Үш табан ойынында екі адам, төрт адам, бес адам ары қарай ойнай бересіздер. Үш табан ойында міне, мысалы екі адам ойнап отырдық. Екі адам ойнап отқан кезде екі адамның асықтарын иіреміз. Кімдікі тұрады, кімдікі тұрады, содан кейін сол бірінші шығады. Қараңыздар. Ол шиіріп атыр. Міне, көк саға шықты. Көк саға шыққан адам бірінші былай шығады. Мен аяғына шықсам, екінші адам осы жерде тұрады да қарай шығады. Енді қараңыздар. Екінші адам атады. Мен атады осы жерде ортасында асық. Асықтарады. Үш табанға шығу керек. Міне, үш табан кетті. Қайтты. Асықты аламыз. Міне, асық қайға тоқтап сол жерде атамыз. Міне, екеуі ұшса, біреуін қойып қоямыз. Бір асық аламыз. Тигізбегенше ата береміз. Міне, асық ұшқан кезде үш табан былай есептейміз.
сыртынан атамыз. Шеңбердің сыртынан жатқы басады, тұрған асықты атпаймыз. Шеңбердің сыртынан баспаймыз. Қайсысы ыңғайлы болып тұр соны маған мысалы ауасы ыңғайлы. Міне шығарды, екі асық алдым келіп, екі асық алдым. Енді екі асық алсам мен ұлтамын. Енді қараңыздар, жатқан асық атамын, шеңберді басқан